Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы бауырды емдейтін 5 сусын туралы айтатын боламын. Бұл видеода сіздерді өте қызықты мәліметтер күтіп тұр. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер және де арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал, әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемді дәрі қабылдағанымыз бауырға зиян тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы орайда бауырды дәрісіз қалай тазалаймыз деген сұрақтың тууы заңды. Оған жауап ретінде мына әдістерді ұсынамыз. Өзіңізге оңай, ыңғайлы әрі тиімді түрін таңдап алып, сынап көріңіз. Мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 мг су мен 150 г мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз. Ыдысқа қажетті суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып, 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішіңіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күн-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір айда бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Сұлы тұнбасы. 3 литр ыстық суға 1 стақан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Термосқа 1 стақан сұлы, 3 ас қасық ұнтақталған ит бүлдірген жапырағы мен 2 ас қасық ұнтақталған қайың бүршігін саласыз. Үстіне 4 литр су құйып тұндырып қойыңыз. Ертеңіне мына тұнбаны әзірлейсіз. Ол үшін 1 стақан кептірілген ит мұрын мен 2 ас қасық таранды араластырасыз. Оған 100 мл-ден су құйып, отқа қойыңыз. Ыдысты баяу отта 15-20 минуттай қайнатыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Енді екі түрлі тұнбаны араластырып, 100-150 мл-ден ішесіз. Емді күніне тамақтанудан алдын қабылдаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сәбіз шырыны. 2-3 дана сұлы әрі балғын сәбізді шырын шыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 мл-ден минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттамнан ішесіз. Емді күнде таңертең аш қарынға жүргізу керек. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Ақжелкен тұнбасы. Бір бума ақжелкенді тазалап жуып алып, ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сұлы сәбізді, 2 сабақ балдыркөкті және 1-2 дана лимонды қосып, блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңға астан алдын ішесіз. Шөптер тұнбасы. 0,5 литр қайнаған суға 3 ас қасықтан ұнтақталған итмұрын, бақбақ және қалақай шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндыру керек. Сусын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан 30-40 минут алдын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырдағы шлакты шығарады. Емделу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады. Аталған 3 шөптің де атқаратын қызметі орасан зор. Итмұрын зат алмасуды жақсартып, өттің шығуын тездетеді. Бақбақ бауырды улы заттан, шлактан керемет тазартады. Қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды. Ендеше дәріханадан қолжетімді бағада сатылатын осы 3 шөпті алып, бауырды жуыңыз. Бауыр шлактан тазарса, ағзаның саулығы жақсарады. Көңіл күйіңіз көтеріледі, иммундық жүйеңіз нығаяды. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз.